Сәлем достар! Біз бүгін Алина екеуміз қыс келген кезде күз тақырыбында дастарханға арналған раннер тігеміз, солай ма? Иә. Ендеше біздің видеомызды асықпай мұқият қарап алыңыздар және де пікір жазып басыңыздар. Одан кейін біздің парақшамыздан Алыстамаңыздар. Ендеше қыздар, біз міне күз маусымына арналған дастарханға раннер жасауға кірістік. Яғни бірнеше түсінен жарты метрден біз фетр сатып алдық. Және ең астында тұратын фетріміз біздің жұқа фетр болу керек, және де ол қою түсті болу керек. Мен әр фетрімізді қолға алып, әртүрлі фетріміздің ең жұқасын қолға алып, дәл осылай жапырақтарды сызудан жұмысымды бастадым. Осы жапырақтардың әртүрлі формасын сызып болғаннан кейін жақсы өтетін қайшымен өз формасында кесіп шығасыздар. Соңғы кездері әртүрлі раннерлерді жасау сәнде болып жатыр. Енді өздеріңіз білесіздер, әр маусымға байланысты осындай раннерлерді өз фантазияңызға байланысты жасауларыңызға болады. Міндетті түрде мүмкіндік болып жатса, бүлдіршін қыздарыңызбен жасасаңыздар, осы қолөнерге деген махаббаттары ашылып, алдағы уақытта әртүрлі фантазиялары дамып, өз септігін тигізеді деген ойдамын. Әдемі осындай жапырақтардың бәрін жасап шықты. Одан кейін осындай әдемі жапырақтарымыздың жолақтарын жасап жатырмын. Алдын ала сызып алсаңыздар да болады, немесе өздеріңіз шамалап осылай жапырақтарының жолақтарын кесіп шықсаңыздар да болады. Күз мезгіліне байланысты болғандықтан осындай сарғыш түстермен көп болса, енді өзіңіздің дастарханыңызға өте әдемі болып тұрады деп ойлаймын. Міне, біз енді қою түсті фетрімізді қойып, оның үстіне әртүрлі жапырақтарымызды әдемілеп қойып шығамыз. Бұл біздің сабағымызды, яғни біздің осы сабағымызды әртүрлі еңбек сабақтарына, немесе қызыңызбен уақыт өткізуге, немесе жаңағы балабақшаларда қолдансаңыздар болады. Әртүрлі күзге арналған осындай қол өнер конкурстарына қолдансаңыздар болады. Бұның бәрін біз ыстық клеймен жабыстырып шыққаннан кейін артық фетрдің бәрін өз қалпында кесіп алып тастаймыз. Өте оңай жұмыстардың бірі және өте сәнді көрінеді. Бұны дастарханға қойсаңыз да, немесе басқа да сәнді жерлерді сәндеуге қойсаңыздар да, бұл өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Міне. Ешқандай қиындығы жоқ. Кез келген қыз-келіншек жасай алады деп ойлаймын. Бұл жерде ешқандай машинканың да қажеті жоқ. Осындай керемет дүние болып шықты. Міндетті түрде бұдан кейін өтік басыңыздар, өткені жабыспай қалған жерлерін ыстық клей арқылы өтік басқаннан кейін жақсы жабысатын болады. Оны ескеріңіздер. Міне мен қазір дастарханыма қолданып жатырмын. Яғни біздің арнайы әр маусымға арналған күздік дастарханымыздың ортасында сәнді дүние болып шыға келді.